қошқардың басы сыймайды дейді ғой, оказывается 6 қошқардың да басы сияды екен. 1 2 3 камон егетлер, камон дейді. Руслан деген аты если честно ұнамайды маған бар ғой. Тоқал алу ойда бар ма? Конечно. Айша ұқсап бүркіттен шыққысы келмейді. Всегда әйел адам артта болу керек деп ойлаймын, потому что әйелінен қорықпайтын еркек жоқ дейді. Просто біреу мойындайды, біреу мойындамайды дейді. Негізі адам қалып кеткен жаман екен. Мәшен соғылса нормально дүние ғой, адам қалып кетсе қиындау. Асабалықты өнерге жатқызуға болады ма? Просто так халықты қудырта беруге де болмайды. Давай апа, сен күштісің, мықты күшті өнер екенсің. Ақпа, неге назар аударады? Неге тәпшікілер емес, неге Орал Құрамасы емес, неге назар аудар? Неге назар аудар? Назар аудартатындай команда болған ғой. Команда қалай құрылды, тарихын айтып өтсек? Мысалы, бізде талпы әр жақтан ғой балдар. 4 командадан бір команда құралды ғой, и каждый бір өзінің команданың лидерлары болды ғой. Bir қазанға 2 қошқардың басы сыймайды дейді ғой, оказывается 6 қошқардың да басы сияды екен, егер дейтін шығарсаң. Жайдарман. Жайдарман, КТА қайсысы болсын, КВН-да сен үлкен апаның рөліне тез енесің бе? Вообще сол образ жөнінде айтып өтші. Негізі, сен основной енді контентін сонымен жақсы аласың. Біздің бірақ ол нәрсеге тоқтап қалуға болмайды деп ойлаймын, себебі біздер ертең юмордың бағытында өзгертетін шығармыз. Мүмкін командаға бір шын қыз алып алатын ой бар. Басқа да образдар бар ғой, негізі қолда келеді ғой ойнау. Бірақ халыққа жақын сол бізге қазіргі біздің бытовой ойнап отқан әзілдеріміз халыққа ұнап отыр ғой, және біздер сонымен көп жақсы нәрселер айтып қалып отырмыз ғой. Қазірше әзірше пайдалы, бірақ негізінде ол рөлдерді секіп кету керек деп ойлаймын, себебі қазір жаймен кетіп жатырмын ғой, жаңағы күйеуінің өзінде еркектің рөлін ойнап, қызмы рөлін естішесің уже маған ұнамайды, анау жоқ, ойнап жатыр. Оның күйеу еліне қалай келдің? Күйеу еліне ДК Продакшн, Алматыдағы ДК Продакшн, Мақсат Мамраимов, Куча. 1 2 3 камон егетлер, камон дейтін жігіт бар ғой, соның бастап жатқан жобасы ДК Продакшн предложение түседі. Давай сценарий жасайық, без проблем. Көреміз, оқыған нәрсеміз істеп көреміз. Жазып болғаннан кейін, и сол уақытта аяқ астынан жазып кетіп қаламыз. Молодожены деген мен түсіп жатқан нәрсені. Кетіп болғаннан кейін соған именно мені шақырды да, қайтадан өзің жазғанды өзің ойнай берші деп. Давай, сонымен кетті. Мен как раз Атырауда болдым. Атыраудан айқай ұшып барып, бір вроде 2 күннің ішінде 10 сериясын түрттік. Потом 4-ші сезонын осы жақында бастадық. Шын өмірде Русланға ұқсайсың ба? Руслан деген аты если честно ұнамайды маған бар ғой, негізі басқа бір ат қою керек та жерде. Білмеймін, авторлар сөйтіп жазып бастаған, содан кетіп қалған ғой солай. И қыздың да аты ұнамайды да, Айнуры да. И ана жерде Айнур Official деген де бар, и анау да Айнуры. В общем, Айнурдан басқа ат жоқ сияқты да, көңілдегідей ғой, баяғыда Айгүл деген сияқты ғой. Өз-өзіңді қатты түсетін самовлюбленность деген бар ма сенде? Болған ғой бұрын. Болған қазір керісінше кейбір нәрселерін жек көресің ғой. Уақыт өскен сайын әлде ақыл кіре ме, әлде діннің бергені ме деп ойлаймын кей кезде. Керісінше түзейтін нәрселер көп сияқты болып тұрады. 1-ден 10-ға шейін өз-өзіңе деген қандай баға бересің? Мынау қиын сұрақ болды деген 1-ден 10-ға дейін. Өз-өзіңе бағалау білмеймін, сырт көз бағаламаса негізі егер адамдардың алдында 10 дегенді қоясың ғой, адамдардың алдында, халықтың алдында, отбасының алдында 4 қойып қоясың ғой өзіңе. Тоқал алу ойда бар ма? Конечно, ешқандай ойланбайды. Екеуін алып бұйырып жатса, ол жағынан қарсы емеспін деп өзі. Шын өміріңде әйеліңді Руся сияқты еркелетесің бе? Ой, жоқан ботақан жүрек, I love you baby ғой. Әпәдемі соңыз, еліктің лағындайсың ғой сен. Негізі әйеліне жақсы қарағанда жақсы адам дейді ғой. Негізі басында ондай қатты, ой, мен мен әйеліне алмаймын деп бірден қатайып қалатын адамдарды қазір қолдамаймын. На самом деле, единственный өзіңнің күнделікті досың ғой, негізі родной ғой. Әйелінен қорықпайтын еркек жоқ дейді. Просто біреу мойындайды, біреу мойындамайды дейді. Оказывается, әйелін просто сыйлайтындар бар да. Сыйлаймыз да. Орыстарда тағы бір мақал бар екен. Уважать, значит боится деген да. Үйде отқанда уважаешь. Бірақ не дейміз? Ол өзінің орнын біледі. Всегда әйел адам артта болу керек деп ойлаймын, потому что базар жоқ, ақшаны дұрыс жұмсасын, бас болу керек қой. Кірпікте болу керек қой енді.
әйеліміздің орнына қойып беру керек. Ондай қою үшін білім болу керек еркекте деп ойлаймын. Білім болмаса алдып қалай қоясың? Ұрсаң болмайды ғой. Ұрасың, ладно. Просто итті жаландырған сияқты боласың ғой. Сетканың ар жағында сонымен. В общем, жігіттер әйеліне қылмай қойыңдар, ұтылып қаласыңдар. Мансұр келіп тұр мысалы. Жылап келіп тұр да. Папа, мен уже сен өсіп кеттің. Папа, мен машинаны соғып алдым, адам қағып кеттім деп. Не істейсің? Машина соғып, құдай сақтасын, негізі адам қағып кеткен жаман екен. Машина соғып алса нормально, дүниеға. Адам қағып кетсе қиындау. Әйелің неге көрсетпейсің? Әйелің неге көрсетпейсің? Қызғанамыз. Әйелің көрсетпейсің дегенде, ол да ол кісінің өзінде көрінетіндей несі жоқ. Айша ұқсап бір құтыңызда шыққысы келмейді. Жайдарман ба, кітап ма? Негізі жайдарман жақсы, кітап да жақсы ғой, неге? Осы жайдарман мен кітаның ортасында конкуренция бар ма? Әрине, ол халықта білетін шығар, конкуренция бар шығар. Мүмкін бір лично енді өзіміз бізде назараудар болып ешкім конкурент болып көрінбеді. Өйткені жайдармандағы бар інілеріміз ғой. Қазір барсақ қазірде чемпион болуға болатындай жағдайдамыз. Қартайып кеткен жоқпыз, өмірімізде ескіріп кеткен жоқ, әлі жан-жар болған жоқпыз. Жас КВНщиктер сені қарап отыр да, соларға не айтасың? Жас КВНщиктерге айтарым, ең біріншіден білім керек деп ойлаймын. Ең біріншіден адам болу керек, ол деген звезда, тағы басқа. Ауырып қалғанның өзінде де сен шектен шығып кетпеу керексің ғой, қазір кейбір жігіттер сияқты да. Қара, мысалы, сенің алдында таңдау тұр, иә? Асаба болу, актер болу, немесе жай ғана шағын бизнесмен болу. Қай жолды таңдар едің? Маған ойлаймын, үшеуі де бір-біріне кедергісін тигізбейтін сияқты, себебі кез келген актер, әнші барлығы да қазір тойда, той бизнес. Асабалыққа қарым-қатынасың қандай? Асаба болғанда да енді асабалық жақсы ғой, бірақ мына нәрсені білу керек та, ол да халықтың алдында бір направление алып баратқан адамды просто так халықты қудырта беруге де болмайды да. Давай апа, сен күштісің, мықты күшті үйлейді екенсің. Асабалықты өнерге жатқызуға болады ма? Күнде бір материал ғой, оны қалай өнер болады. Қай команда? Футболдан қай команда? Футболдан мен, если честно, вообще футбол қарамайтын. Өмірімде бір футболды басынан соңына дейін қарадым. Бразилия 7-де 0 ұтып қалды ғой. Сол ойынды қарадым, болды. Басқа ойындар маған скучно. Потому что 90 минутта бір гол салу маған аз. Сен соңғы кезде пицца, сушиларды пиареттетін болыпсың? Сол керек. Сол сен өзіңнің жолдасыңның тамағын пиареттесің бе, или пиццаларды пиареттесің бе? Осы деген бүткіл подписчикларға ойлатын сұрақ қой негізі. Суши өздері алып келіп береді ғой. Әкеліп береді, бір ситуациялар тауып береді сен. Осылай бір тамақ ішпей қалған кездеріңді дүртті ұстап алып тұр оларда. Ютубқа қалай қарайсың? Ютубқа дұрыс қараймын. Ютуб ертең болашақта дейтін бірінші орынға шығады ғой бәрі. Барлығы былықтырып жатыр ғой, кім көрінбей кіріп шығып жатыр ғой, аяқ киім түсіртпей. Бірақ соның ішінде таза кіріп таза шығатындай, хотя бы кірген кезде сені көріп біреулер дұрыс әңгіме, дұрыс ой түйе алатындай нәрсе жасап, соған жұмыстану керекпіз ғой, себебі рухани жаңғыру білесің ғой, рухани жаңғырып жатырмыз ғой барлығымыз, и соны ютубқа кіргізу керек та жаңғырып жатқанымыз. Ютубта орыс немесе Америка, Европа блогерларды қарайсың ба? Кімдерді сен өзің қарап тұрасың? Қарамайды екен ютубта блогерларды, если честно, мен негізі не бала емеспін, андай жігіт емеспін. Заманауи Жахан донер ашты да? Сапеш донер ашты. Кім... Қалал емес деп. Сосын кім... Жека тоже донер ашты. Сен парикмахерский ашып отырсың, жігіттермен қосып. Неге донер емес? Сен неге қаласың ба деп? Неге донер емес дейсің ба? Донер, если честно, мен сүйіп жейтін тағамдардың ішінде донер жоқ екен. Юфреймнен бастап мен айтайын, төменге қарай алған кезде олар халықтың есінде мынау біздің қазақтың балдары я болмаса тағы басқа деп қалмайды. Мәні бар зат керек дейсің. Жасай берсін. Поддерживаю, ақшаларын тауып жатқан шығар, бірақ халықты тупикқа жетелемеу керек деп ойлаймын да. Содан енді қазір аталары Юфрейм болып тұр ғой қазіргі нелердің, вайнерлардың. И содан кейін төменгі кімге дейін, кімдер бар, соларға дейін бәріне айтарым. Сондай нәрселерді секіру, я болмаса
өздеріне жаңағыдай білім жинап басқаша бір нәрсеге білмеймін, если честно, ондай оларға ақылды айта алмаймын, өздері біледі ғой. Бірақ менің ойым, пікірім сондай, қатты қолдамай, мейлі істей берсін, бірақ олар түбінде ертең жоғалып кетіп, я болмаса мына қайда деп іздемейді ешкім олар. Руың кім сен? Өте білімді жігіт екенсің. Руым Қожа, Қожамын, Мәтен Қожа. Жағдайларың жақсы болсын, қалайсың деген кезде күшті айтатындай барлықтарыңыздың және арттарыңыздан еріп кеткен інілеріңіз, әйелдеріңіз, балдарыңыздың барлығына жақсы әңгімемен ертіп, жақсы дұрыс бағытқа қарай жетелейтіндей еркектерде білім болсын деген тілегім бар. Қыздарға айтарым, үйде отырыңдар ғой. Қалайсың деген бағдарлама қараңыздар. Мен білмеймін қалай шыққанын бұл бағдарлама, бірақ өзіме әңгіме соғып кеткен кезде әңгіме барысында уақытқа өтіп кеткені байқалмады. Сіздерге де сондай болады деген үміттемін. Монтаждайтын жігіттер четко қылып қойды. Жаңа жерлерін алып тастаңдар ана жақта. В общем, барлықтарыңа үлкен сәлем. Ауырмандастар, командар, қазақстандықтар, рухани жаңғырайықшы, қазақ болайық барлығымыз. Және әрбіріміз бір істеп жатқан шаруамызда бір елге, отбасыңа, өзіңе деген пайдалы істермен айналысайық. Тапқан табыстарымыз адал болсын. Рахмет.